Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Сіздермен бірге Шығыс Қазақстан технология колледжінің физика пәнінің оқытушысы Берқалиева Мақпал Жанахметқызы. Бүгінгі жаңа тақырып булану мен конденсация, қаныққан бу және оның қасиеті, ауаның ылғалдығы. Сабақтың мақсаты гидрометр және психрометрдің көмегімен ауаның салыстырма ылғалдығын анықтау. Ең бірінші балалар, үйге берілген тапсырманы қайталап алайық. Молекула кинетикалық теориясы бойынша сіздерге мынандай сұрақ. Макроскопиялық денелердің күйін қандай шамалар сипаттайды? Дұрыс жауап берді деген ойдамын. Өз жауаптарыңызды тексеріңіздер. Қысым, көлем және температура. Келесі сұрақ. Күй теңдеуі деп нені атайды? Үш макроскопиялық параметрлерді байланыстыратын теңдеу идеал газ күйінің теңдеуі деп аталынады. Қандай процестерді изопроцестер деп атаймыз? Дұрыс жауап берді деген ойдамын. Енді өз жауаптарыңызды тексеріңіздер. Өзгермейтін мәнмен жүретін процестер параметрлерінің бірі изопроцестер деп аталынады. Енді осы изопроцестерді есіңізге түсірейік. Қандай изопроцестер бар? Ол әрине изотермиялық процесс, изобаралық процесс және изохоралық процесс. Қандай шамалар тұрақты болады? Изотермиялық процесте температура тұрақты болады, изобаралық процесте қысым тұрақты болады, изохоралық процесте көлем тұрақты болады. Енді балалар, мына жерде көріп тұрсаңыздар, сіздерге әртүрлі графиктер берілген. Изопроцестер графигі ұсынылған, осы суреттерді қай график, қай процеске жататындығын айтсаңыздар. Ал енді өзімізді тексерейік балалар. Бірінші график ол изохоралық процеске жатады. Екінші график ол изотермиялық процесс. Үшінші процесс ол изобаралық процесс. Енді балалар, жаңа тақырыпқа көшейік. Жаңа тақырыбымыздың бірінші сұрағы булану мен конденсация. Мына жерде көріп тұрғандарыңыздай, табиғаттағы су айналымы. Сіздер білесіздер, су не істейді? Буға айналады, бу қайтадан суға айналады. Осы су айналымы жайында біз жақынырақ тоқталып өтейік. Белгілі бір жағдайларда кез келген зат әртүрлі агрегаттық күйлерде болуы мүмкін. Қатты, сұйық және газ тәрізді. Бір күйден екінші күйге ауысуы фазалық ауысу деп аталынады. Булану және конденсация фазалық ауысулардың мысалы болып табылады. Барлық нақты газдар, оттегі, азот, сутегі және тағы басқалары белгілі бір жағдайларда сұйықтыққа айнала алады. Алайда газдың сұйықтыққа айналуы белгілі бір критикалық температурасынан төмен температурада ғана пайда болуы мүмкін. Мысалы, азот үшін 126 кельвин болу керек, оттек үшін 154,3 кельвин, бөлме температурасы 300 кельвинға жуық шамада су, сұйықтық және газ тәрізді күйде болуы мүмкін. Ал азот пен оттегі тек газ түрінде болады. Көріп тұрғандарыңыздай, сұйықтық газға айналады. Бұл процесс не деп атаймыз? Булану деп атаймыз. Булану өзі екі түрге бөлінеді. Булану және қайнау. Ал енді газдан керіп сұйықтыққа жүретін кері процесті ол не деп атайды екенбіз? Конденсация.
Будың пайда болуы заттың сұйық күйден газға, газ тәрізді күйге ауысуы. Конденсация заттың газ тәрізді күйден сұйық күйге ауысуы. Бұл жағдайда жылу бөлінеді және салмағы тұрақты болып қалады екен. Булану қалай жүреді? Мына жерде көріп тұрғандарыңыздай, сұйықтықтағы молекулалар не істеп жатыр? Ұшып шығып жатыр, иә? Сұйықтықтың бетінен шығып жатыр. Бұл не екен? Булану екен. Жаңағы сұйықтықтағы молекулалардың ұшып шығу процесі ол булану. Ең жылдам молекулалар сұйықтықтың бетінен ұшады. Олардың кинетикалық энергиясы сұйықтықтың қалған молекулалармен байланыс энергиясынан асады. Булану кезінде сұйықтық салқындайды. Көріп тұрғаныздар, жылу мөлшерін істеді, төмен қарап тұр. Булану түрлері. Булану кез келген температурада ең жылдам молекулалар сұйықтықтың бетіне ұшатын процесс. Қайнау бұл сұйықтықтың тек үстіңгі бетінде ғана емес, сонымен бірге оның ішінде де бұл көпіршіктердің пайда болуымен жүретін қарқынды булану процесі. Бұл жылдамдығы неге байланысты? Ол әрине сұйықтықтың құрамына байланысты. Мына жерде көріп тұрғаныңыздар, екі ыдыс алынып тұр. Ол екі ыдыста біреуінде эфир, екіншісінде су. Қарап тұрғандарыңыздай, эфирдағы булану процесс жылдам, ал судікі баяурақ. Неліктен деп ойлайсыздар? Өйткені молекулалары бір-біріне аз күшпен тартатын сұйықтық тез буланып кетеді екен. Ал жаңағы молекулаларының бір-біріне тартысы көбірек болса, ондағы булану процесі баяуырақ жүреді екен. Естеріңізде болса, эфирдің тығыздығы судың тығыздығынан қарағанда аз, сол себепті ондағы булану процесі жылдамырақ жүреді екен. Келесі, ол неге байланысты? Әрине, температураға байланысты. Мына жерде көріп тұрғандарыңыздай, екі ыдыс алынған, біреуіндегі температурасы 80 Цельсий, екіншісінікі 45 Цельсий. Көріп тұрғандарыңыздай, температурасы жоғары ыдыстағы булану жылдамырақ, ал температурасы төмендікі баяуырақ жүріп жатыр. Сұйықтықтың температурасы неғұрлым жоғары болса, булану тезірек жүреді екен. Келесі неге байланысты деп ойлайсыздар? Ол әрине жаңағы сұйықтықтың алақан ауданына байланысты. Мына жерде көріп тұрсаңыздар, көлемдері бірдей, бірақ алып тұрған аудандары екі түрлі сұйықтық алынған. Ауданы үлкен ыдыстағы сұйықтықтың булану жылдамырақ, ал ауданы кішіректің булану процесі баяуырақ жүріп жатыр. Оған неге байланысты дедік? Оның алған ауданына байланысты екен. Сұйықтықтың беткі ауданы неғұрлым үлкен болса, соғұрлым булану тезірек жүреді екен. Ал келесі, ол неге байланысты деп ойлайсыз? Ол әрине желге байланысты. Жел бу молекулаларын алып кетеді, булану тезірек жүреді, және ұшып шыққан молекулаларды не істейді екен? Бу алып кетеді екен. Келесі, конденсация қалай жүреді? Мына жердегі будағы сұйықтықта не істеп жатыр, көріп тұрсаңыздар? Молекулалар қайтадан будағы молекулалар сұйықтыққа қайтып келіп жатқанын көріп тұрмыз. Бұл кері процесс не деп атаймыз? Конденсация деп атаймыз. Конденсация кезінде бу молекулалардың бір бөлігі сұйықтыққа оралады. Ол кезде температура не істейді екен? Жылу мөлшері жоғарылайды екен. Табиғаттағы конденсация пайда болуы, ол шықтың пайда болуы, аспандағы бұлт, тұман, жаңбыр, бұның барлығы конденсация құбылысы екен, балалар. Қаныққан және қанықпаған бұл.
Еске түсірейік балалар. Тәжірибелі бақылаушының көзіменен тұман дегеніміз не? Сіздерге осындай сұрақ, тұман дегеніміз не? Сіздер өздеріңіздің жауаптарыңызды айтты деген ойдамын. Енді өз жауаптарыңызды тексерулеріңізді сұраймын. Жер бетіне немесе су бетіне жақын жерде белгілі бір жағдайларда пайда болатын ұсақ тамшылардың жиналуы. Тұман судың немесе жердің үстінен жиналып, қалыңдығы метрден ондаған метрге дейін, кейде жүздеген метрге дейін қабат түзеді. Келесі сұрақ сіздерге. Тұман қайда және қай уақытта пайда болады? Енді жауаптарыңызды тексеріңіздер. Ауа жеткілікті ылғалды жерде, ойпаттарда, жартастарда, батпақтарда, судың үстінде, теңіз және өзен тұмандарда, таңертең, кешке, күн батқаннан кейін, кейде күні бойы да тоқтамайды екен. Келесі сұрақ. Қандай жағдайда тұман пайда болады, балалар? Енді жауаптарыңызды тексеріңіздер. Ауада конденсация орталықтарының жеткілікті көп саны болу үшін конденсация жүретін жерде бу иондық су тамшылары, шаң бөлшектері, күйе бөлшектері, ұсақ ластанудың барлық түрлері. Жабық ыдыста сұйықтық пен оның бу динамикалық тепе-теңдік күйінде болуы мүмкін. Егер сұйықтықтан шығатын молекулалар саны будың сұйықтыққа оралған молекулалар саны тең болса, яғни булану мен конденсация процестерінің жылдамдығы бірдей болса, ондай жүйені екі фазалы деп атаймыз. Сұйықтық пен тепе-теңдік болатын бу қаныққан бу болып саналады екен, балалар. Енді мына жерде көріп тұрсаңыздар, молекулалар саны екі түрлі. Молекулалар сұйықтықтың бетіне қайтуы будың сұйықтыққа ауысуы, будың сұйықтыққа айналуы. Мына жерде көріп тұрсаңыздар, тамшылар саны. Мына жерде тоже тамшылар саны көрсетілген. Тиканың екеуінің екі түрлі, бірінде 100 тамшы болса, бірінде 20 тамшы. Бірінде 100 тамшы болса, қайтқан будың сұйықтыққа ауысуында 60 тамшы қайтыпты. 100 тамшыда 90 тамшы қайтса, ол қандай болады екен? Қанықпаған болады екен. Егерде екеуі тепе-тең болса, екі фазалы болса, онда ол қандай дедік? Екіде мұнда 100 тамшы қайтадан оралса, ол не болады екен? Қаныққан бу болады екен. Температураның жоғарылауымен булану және конденсация процестері арасындағы динамикалық тепе-теңдік орнату бу молекулаларының жоғары концентрациясында жүреді. Газдың будың қысымы оның концентрациясы мен температурасымен анықталатындықтан қорытынды жасауға болады. Қаныққан будың қысымы бұл зат тек оның температурасына байланысты және көлеміне байланысты емес. Булану тек бетінде ғана емес, сонымен қатар сұйықтың көлемінде де пайда болуы мүмкін. Сұйықтықта әрқашан ең кішкентай газ көпіршіктері болады. Егер сұйықтықтың қаныққан буының қысымы сыртқы қысымға тең болса, яғни көпіршіктері газдың қысымына тең болса, немесе оның асып кетсе, сұйықтықтың көпіршіктерінің ішіне буланып кетеді. Бумен толықтырылған көпіршіктер кеңейіп бетіне шығады. Бұл процесс қайнау деп аталынады. Осылайша сұйықтықтың қайнауы оның қаныққан буының қысымы сыртқы қысымға тең болатын температура
басталады. Атап айтқанда, қалыпты атмосфералық қысым кезінде су 100 Цельсий температурасында қайнайды. Тауға көтерілгенде атмосфералық қысым төмендейді, сондықтан судың қайнау температурасы төмендейді. Әр 300 метр биіктікте шамамен 1 Цельсийге төмендейді екен. 7 километр биіктікте қысым шамамен 0,4 атом құрайды. Бұл қысым температурасы 70 Цельсийге дейін төмендейді екен. Сонымен қайнау дегеніміз не екен, балалар? Анықтамасы: белгілі бір температурада сұйықтықтың бүкіл көлемінде будың көпіршіктері пайда болатын сұйықтықтың буға қарқынды ауысуы қайнау деп аталынады. Қайнау температурасы 373 Кельвин температура кезінде сұйықтық қайнайды. Бұл қандай температура, балалар? Абсолют температурада. Қайнау кезінде сұйықтықтың температурасы өзгермейді. Мына жерде көріп тұрсаңыздар, егерде суымыз 8 минутта қайнаса, ол 15-18 минуттада сол 100 Цельсий температураны ұстап тұрады екен. Сұйықтықтың қайнау температурасына неге байланысты? Қысымға байланысты. Қысым неғұрлым аз болса, қайнау температурасы соғұрлым төмен болады. Теңіз деңгейінің биіктігіне де байланысты екен. Қайнау температурасы, мына жерде көріп тұрғандарыңыздай, әртүрлі заттар көрсетілген. Осы жерде қарасаңыздар, сутегі -253 Цельсийде, оттегі -183 Цельсийде, сүт 100 Цельсийде, эфир 35 Цельсийде, спирт 78 Цельсийде, су 100 Цельсийде, сынап 357 Цельсийде, қорғасын 1700 Цельсийде, мыс 2567 Цельсийде қайнайды екен. Буланудың меншікті жылуы. Буланудың меншікті жылуы дегеніміз не, балар? 1 килограмм сұйықтықты температураны өзгертпестен буға айналу үшін қанша жылу қажет екендігін көрсететін физикалық шама. Бұндағы L дегеніміз ол буланудың меншікті жылуы. Q деген жылу мөлшері, M дегеніміз ол салмақ. Q дегеніміз бұл булану үшін қажет немесе конденсация кезінде шығарылатын жылу мөлшері екен. L дегеніміз буланудың меншікті жылуы, M дегеніміз бұл масса. Өзіңізді тексеріңіздер. Мынандай сұрақ сіздерге. Неліктен шомылғаннан кейін тіпті ең қатты ыстықта да адам салқындық сезінеді? Неліктен деп ойлайсыздар? Өз жауаптарыңызды айтты деген ойдамын. Енді өздеріңіз тексеріңіздер. Адам денесінің бетінен буланған су онымен бірге белгілі бір жылу алады. Аяздың күні терезені ашсаң, неге үйге қалың бу кіреді? Неге деп ойлайсыздар? Өз жауаптарыңызды айтты деп ойлаймын. Өздеріңіз тексеріңіздер. Суық ауа онымен жанасатын бөлменің ауасын салқындатады. Сондықтан бөлмедегі булар қанық болады. Тұман пайда болады. Даладағы суық ауа мен үйдегі ыстық ауа араласып, нәтижесінде не болады екен? Тұман пайда болады екен, балалар. Сондықтан буланып кетеді екен. Келесі сұрақ сіздерге. Неліктен көктемде таңертең тұман пайда болады? Неге тұман күннің бірінші сәулесі шыққанда жоғалып кетеді? Тұманды құрайтын ұсақ тамшылар не болады? Жаңағы тұманды құрайтын ұсақ тамшылар не болады деп ойлайсыздар? Енді өз жауаптарыңызды тексеріп көріңіздер. Ең кішкентай булар көрінбейді, бірақ салқындаған кезде олар үлкен су тамшыларына конденсацияланады, көрінетін тұман пайда болады.
Қызған кезде тұман тамшылары қайтадан көрінбейтін су буына айналады, тұман шашырайды. Осы кезде не пайда болады? Таңғы шық пайда болады, олар. Егер әйнекке қарап демалсаң, әйнекте жұқа ылғал қабатымен жабылады. Неге? Өз жауаптарыңызды тексеріп көріңіздер. Өкпеден шығатын қаныққан бу суық затпен байланысқан кезде қаныққан болады және әйнекте шық пайда болады екен. Сол себепті біздің әйнегіміз не істеп кетеді екен? Буланып кетеді екен. Енді келесі сұрақ, біздің жаңа тақырыбымыздың келесі сұрағы, ол ауа ылғалдылығы. География сабағын есіңізге түсірейік, балалар. Су жер шарының 70,8% құрайды. Тірі ағзаларда судың 50-ден 99,7%-на дейін болады. Атмосферада шамамен 13-15 мың текше километр су бар екен. Атмосферадағы су қайнау, су буы, кристалдық қар екен. Атмосферадағы су буының көздері мұхиттардың, теңіздердің, су объектілерінің, ылғалды топырақтың, өсімдіктердің бетінен судың булануы. Атмосферадағы белгілі бір температурада болатын буланудың санына байланысты ауа құрғақ және ылғалды болып бөлінеді. Ылғалды ауа су буы бар ауа екен. Ауадағы су буын құрамын сипаттайтын шамалар. Ол әрине абсолютті ылғалдылық, су буының қысымы және салыстырмалы ылғалдылық. Абсолютті ылғалдылық дейміз 1 метр куб ауаның құрамындағы су буын массасына санымен тең шама. Су буының қысымы бұл жерде су буының қысымы деп оның үлестік қысымына айтады. Яғни атмосферада құрайтын азот, оттек және тағы басқа компоненттері жоқ болғандықтан су буының жасайтын қысым. Ал салыстырмалы ылғал, ауаның салыстырмалы ылғалдығы деп су буының қысымын, атмосфералық температурадағы судың қаныққан буының қысымы екеуінің қатынасы арқылы біз ауаның салыстырмалы ылғалдылығын анықтайды екенбіз. Ол немен есептелінеді екен? Пайызбен есептелінеді екен. Салыстырмалы ылғалдылық неғұрлым аз болса, бу қанығудан аз болса, булану соғұрлым қарқынды болады. Қаныққан будың қысымы белген температурасы кезінде кестедегі шамасы су буының серпімділігі шық нүктесіне анықталады. Т1, мына жерде көріп тұрғаныңыздар динамика диаграммадағы Т1 температурасындағы П1 қысым су буының серпімділігін болсын. П және Т диаграммасы бу күйі А нүктесімен бейнеленеді. П және Т температурасына дейін изобарлық салқындау кезінде су қаныққан болады және күйі В, мына жердегі В нүктесімен бейнеленеді. Су буы қаныққан ПТ, көріп тұрсыңдар ма ПТ-ні? ТП-ні температурасына шық нүктесі деп атаймыз. Мынаны біз не деп атайды екенбіз? Шық нүктесі деп атайды екенбіз. Шық нүктесі төмен салқындаған кезде булардың конденсациясы басталады, тұман пайда болады екен, шық түседі, терезе тұманданады. Шық нүктесі температурада ауада орналасқан су буының серпімділігін анықтауға мүмкіндік береді екен.
Ауаның ылғалдылығын анықтайтын аспаптар ол психрометр және гидрометр. Сіздердің алдарыңызда гидрометрдің екі түрі көрсетілген. Ол концентрациялық гидрометр және майсыздандырылған гидрометр. Конденсациялық гидрометр бұл алдыңғы қораптағы жақсы жылтырылған металл қорабы, қораптың ішіне оңай буланатын сұйықтық құйылады және термометр енгізіледі. Резеңке груша, мына жерде көріп тұрғандарыңыздай, көмегімен қораппен ауа өтіп, эфирді қатты булануына және қорапты тез салқындауына әкеледі. Термометр К қабырғасының жылтыралған бетінде шық тамшылары пайда болады екен мына жерде. Қабырғаға іргелес аймақта қысым тұрақты деп санауға болады, өйткені бұл аймақта атмосферамен байланысады және салқындау арқылы қысымның төмендеуі бұл конденсациясының жоғарылауымен өтеді. Шықтың пайда болуы су буының қаныққанын көрсетіп тұр. Ауа температурасы менен шық нүктесін біле отырып, су буының ішінара қысымы менен салыстырылады. Ылғалдылықты табуға болады. Осы бұл конденсациялық гидрометр арқылы өстіп ауаның ылғалдығын анықтайды екенбіз. Ал келесі ол гидрометрдің екінші түрі. Ылғалдылықтың өзгеруіне сезімтал бөлшекті адам шашының майсыздандырылған гидрометр бірінші тұрғанымыз. Ол бекітілген жоғарғы бөлігінде аспап екінші. Абернут айналасындағы ролик ол үшінші. Және арнайы таңдалған жүк ол төртінші. Бейнедегі көрсетілген көрсеткі бекітілген ол бесінші. Салыстырмалы ылғалдылықтың жоғарылауыменен шаш ұзарады және роликтің жебеменен айналуына әкеледі. Шкала бойынша қозғалған көрсеткіш ауа ылғалдылығын пайызбенен көрсететін мәнін көрсетеді екен. Келесі құрал ол психрометр. Не алдарыңызда тұрған құрал ол психрометр деп аталады. Ал мынау психрометрлік кесте. Температура термометрден, екі термометрден тұрады. Олардың біреуі шары матамен оралған. Оның төменгі ұштарында, мына жерде қарап тұрсаңыздар, төменгі ұштары тазартылған суы бар ыдысқа түсіріліп тұр. Құрғақ термометр ауа температурасын, ал ылғалды судың температурасын тіркеп отырады. Сұйықтық буланған кезде оның температурасы төмендейді. Ауа неғұрлым құрғақ болса, ылғалды матадан су соғұрлым қарқынды буланып, оның температурасы соғұрлым төмен болады. Сондықтан құрғақ және дымқыл термометрдің көрсеткіштерінің арасындағы айырмашылықты ауаның салыстырмалы ылғалдығына байланысты. Температураның осы айырмашылығын белгілі біле отырып, ауаның салыстырмалы ылғалдығын арнайы психрометрлік кестеге салу арқылы анықтаймыз. Ол үшін мына жерде жаңағы айтып өткендей құрғақ температураның және ылғалды термометрдің екеуінің айырмашылығын анықтап аламыз. Мына жерде мысалы көріп тұрсаңыздар, мына жерде 24, мына жерде 20 деп тұр. 24-тен 20-ны алып тастасақ, оның айырмашылығы неше? 4. Сондықтан 24 пенен 4-тің екеуінің түйіскен жерін қараймыз. Сонда мына жерде қанша пайыз болып тұр бізде? 69 пайызбен есептелінеді екен. Осы арқылы біз нені анықтадық? Ауаның салыстырмалы ылғалдығын анықтадық, балалар. Енді ауаның ылғалдығы неге маңызды деп ойлайсыздар? Неге біз ауаның ылғалдығын білуіміз керек деп ойлайсыздар? Енді ол ең бірінші ауа райын болжау үшін
Екінші, әртүрлі өндірісте ауаның ылғалдылығы бір қалыпты болу маңызды екен. Мысалға, мата өндіргенде, қағаз өндіргенде, әртүрлі конфеттер өндірген кезде ол ауаның бір қалыпты болуы маңызды екен. Кітапханада, мұражайларда, ол жерде де ауаның бір қалыпты болуы маңызды екен. Ауруханаларда, дәріханаларда, адамның қалыпты жағдайда бізге өзімізді қалыпты жақсы ыңғайлы сезіну үшін бізге 60-40% ылғалдылық болу керек екен. Әртүрлі көкөністер, жемістерді сақтау үшін де бір қалыпты ылғалдылықты сақтаған дұрыс екен. Балалар, осымызбен біздің жаңа тақырыбымыз аяқталды. Сіздерге мынандай бекіту сұрақтарын қояйын дегенмін. Қайнау барысында берілген энергия неге жұмсалады? Судың меншікті булану жылуы 2,3 көбейтілген 6 дәрежесі килоджоуль килограмм дегенді қалай түсінесің? 78 Цельсийдағы спирт буының конденсациясы кезінде қанша жылу бөлінеді? Конденсация кезінде энергияның бөлінетін тәжірибеде қалай дәлелдеуге болады? Сұйықтықтың булану кезінде салқындауы ылғалдылықты өлшейтін құралдарда қалай қолданылады? Мына психрометрді қалай қолданатынымызды және айтып өттім, соны анықтап айтсаңыздар. Келесі, мына кестені толтыруымыз керек. Балалар, көріп тұрғандарыңыздай, кестеде бізде не берілген? Жылу мөлшері берген, меншікті булану жылуы берілген және салмақ масса берілген. Мына жерде қатармен қараймыз. Бірінші қатарға қараймыз. Қарасаңыздар, біріншіден жылу мөлшері берілген, меншікті булану жылуы берілген және салмақ белгісіз болып тұр. Келесі, керісінше, жылу мөлшері белгісіз, меншікті жылу буы белгілі және салмақ белгілі. Келесіде, жылу мөлшері белгілі, салмақ белгілі, меншікті жылу мөлшері белгісіз. Осы арқылы біз не істейміз? Осы есептерді құрастырып, 3 түрлі есеп қылып шығарамыз. Осы кестені толтырамыз. Енді балалар, сіздерге үй жұмысы. Жаңағы сұрақтарға жауап береміз. Кестедегі есепті шығарамыз. Кітаптан 43-44 параграф, 233 және 244 бетті қысқаша конспект жазып, классрумға тіркеп қоямыз. Балалар, назарларыңызға рахмет. Қош, сау болыңыздар.